Арма құрметті көрермен, қымыз қазақтың ұлттық сусыны. Десе де қымыз өндірісінің машақаты көп. Бұл кәсіппен нәсіп бағдарламасы алда көретіндеріңіз. Биенің сүтін қалай молайтуға болады? Ата кәсіп табыс көзі. Алдымен аграрлық саладағы жаңалықтарға кезек берейік. Қытайлық компания Қазақстанда сабан өңдейтін кәсіпорын салады. Осыған байланысты Бейжіңде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мен City Gay Biorefineries Co. Limited компаниясы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Екі жақты келісім нәтижесінде Қазақстанда сабанды қайта өңдейтін және одан қағаз, сұйық, органикалық тыңайтқыштар, биогаз және өзге де өнімдер өндіретін зауыт салынбақ. Бұл елімізде 500 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Құны $300 миллион болатын жобаны Қытай тарабы қаржыландырады. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының дерегіне қарағанда, Жапонияда семіздік ауруына шалдыққан адамдар саны аз екен. Күншығыс еліндегі орта жастағы тұрғындардың тек 4% ғана артық салмақтан зардап шегеді. Өйткені бұл елде тұрғындар көкөніс, жеміс-жидек және теңіз өнімдерін көп пайдаланады екен. Қазірде елімізде 1,5 миллионға жуық қамбар ата түлігі бар. Ғалымдардың айтуынша, соңғы уақытта қазақ жылқысының сүттілігі азайған. Сондықтан отандық ғалымдар селекциялық жұмыстарды қолға алды. Бұл елімізде қымыз өндірісін дамытуға оң әсерін тигізері сөзсіз. Былтыр Қазақстанда орташа есеппен 25 мың тонна бие сүті өндірілген. Оның 601 тоннасы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына тиесілі. Ал қожалықтар мен ірілі ұсақ жеке шаруашылықтар 24 895 тонна бие сүтін өндірген. Жылқы шаруашылығын көтеру, қымызды дамыту деген көмектері бар. Оған өкімет субсидия бөлінеді. Шаруашылықтар әр аудандағы өзінің ауыл шаруашылық бөлімдеріне арыздармен келіп арыздарын берсе, оларға субсидия бөлінеді. Бірақ өзінің кейбір критериялары бар. Келісімді өздерінің бие басы болу керек, қоражайлары болу керек, жайылымдары болу керек. Сол заттарға сәйкес келмесе, субсидияда берілмейді. Соған кішкене жұмсартып қарайтын болса, жылқы шаруашылығы негізі көбейеді. Кейбір бюрократиялық кедергілері бар. Содан көп фермерлердің білімі жетпей қалады. Алматы облысындағы мына ферманың іргетасы 1970 жылдары қаланған. Тоқырау жылдары жабылып қалған кәсіпорын 2015 жылдан бастап жұмысын қайта жаңғыртты. Мұнда 20 бас биеден күніне 100 литрге жуық сүт сауылады. Келешекте біздің жоспарда малдың санын арттырып, жаңа технология жеңістерін енгізіп, автоматтандыру жоспарда бар. Қожалық ет және қымыз өндіреді. Негізінен жабы тұқымды жылқы асырайды. Қазақи жабы тұқымы, оны өсірудің себебі де бар. Өйткені осы жергілікті климатқа өте төзімді. Қысқада өзі мына тебіну арқылы жайылымнан шығып кетеді. Ал енді сүт жағынан келсе де бұл басқа жаңағы асыл тұқымды малдардан қарағанда аз береді деп айтамаймын. Сонымен сүтінің сапасы да өзінің беретін көлемі де жоғары. Бұл фермада 4 адам жұмыс істейді. Шаруашылық өнімдері Алматы өңірінде сатылады. Алматы облысы Қарасай ауданы Көксай ауылындағы Наурыз шаруа қожалығы саумал сатумен айналысады. Жылқы мал өте жақсы мал. 7 қазынан бірі жылқы мал. Сойсаңыз ет, ішсеңіз сүт, мінсеңіз ат. Қожалықта ұзын саны 40 жылқы бар. Сауыншылар күніне 5-6 рет бие сауады. Қолны бөлеміз 3-те сағаттың 3-те. Таңертең 6-та сауамыз, бірінші сауым. Әр 2 сағат сайын сауамыз биені. Сауып болған екен, шөбін салып, жемін беріп, астын тазалаймыз. Қымыз өндірісіне ден қойған қос шаруашылық алда мал санын арттырып, Қазақстан халқын отандық өніммен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Өйткені ата кәсіптің берер пайдасы мол. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақ ұлттық аграрлық университетінің оқытушысы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
доцент Қайрат Жәлелұлы мырза. Қош келдіңіз. Қазақстандағы қымыз өндірумен айналысатын қожалықтарды біріктіру шаруаларға не береді? Қымыз өндіретін шаруашылықтардағы олар біріккені өте орынды деп есептеймін. Себебі бұл тәжірибе негізі бұрында өткен. Кеңес үкіметінде бізде совхоздар, колхоздар болған, солардың барлығы ұжымдасып, үлкен өндіріс болып, мемлекетке сондай пайда әкелген. Сондықтан бұл дұрыс ой деп есептеймін. Ал енді осы сүтті жылқы өсіретін шаруашылық құру үшін алдымен не қажет? Алдымен жылқының тұқымын білу керек. Сондықтан тұқымға байланысты сүтті шаруашылықты құрылады. Қазақ 3 жылқы тұқымы бар. Сүтті етті бағыттағы. Ол қазақтың мұғалжар жылқысы, қазақтың жабы жылқы тұқымы және қазақтың көшім жылқы тұқымы. А 4-ші жылқы тұқымы қазақтың спорт бағытындағы Қостанай жылқы тұқымы. Оны әрине қымыз өндіруге немесе сүтін алуға бағытталмаған, оны өсіруге жол шаруашылыққа тиімсіз. Бие сүтін экспортқа шығару үшін шаруалар не істеу керек? Енді шаруалар, қымыз өндіретін шаруалар, олар біріккеннен кейін үлкен өндіріске айланады. Ал өндіріске айланғаннан кейін ол қымызды, шұбатты шетелде немесе Қазақстан аймағына тарату керек. Ал осыны тарату үшін алдымен қымыздың стандарты жасалынады. Сол жобалардың арқасында сол стандарт жасалынады. Сол стандарттар нарыққа шығарылу керек. Сол нарыққа шығару үшін әлемдік стандартқа сәйкес келу керек. Біз енді қымыздың пайдалы екенін бала кезден білеміз. Енді осы бие сүтінің шипалық қасиеті туралы бір толығырақ, ауқымды қылып айтып кетсеңіз. Иә. Бие сүтінің шипалық қасиетін зерттеген ғалымдар көп, бүгінгі таңға дейін зерттеліп жатыр. Енді атап айтатын болсақ, бие сүтін бүгінгі таңда 94 жасқа келіп отырған профессор Зұлхайнар Сейітов деген ағамыз бар, атамыз. Одан қала берді аграрлық университетте профессор Кенесхан Адыршылы Дүйсенбаев деген ғалымыз бар. Бұлар түбегейлі бүгінгі таңға дейін бие сүтінің қасиетін зерттеді. Оның бие сүтінің құрамындағы химиялық элементтерінен бастап, барлығы организмге қаншалықты әсер ететіні, емдік қасиетін дәлелдеді. Енді оны ата-бабамыз қазақ бұрыннан да білген. Сондықтан қымыздың түрлеріне байланысты құнан қымыз, дөнен қымыз, бесті қымыз деп түрінге бөліп, осының емдік қасиетін дәріптеп отырған. Әңгімеміз дәл осы жерде үзе тұрып, келесі бейне сюжетке назар аударайық. Қымыз ашытқанда бие сүтінің құрамы өзгеріп, қоюлана нәрлене түседі. Бұл сусын иммунитетті жақсартады. Басқа өнімдермен салыстырмалы түрде айтатын болсақ, қымызда ғана кездесетін тағы да кейбір тағами заттектердің болуыменен ерекшеленеді. Соның ішінде мысалға антибиотикалық қасиет көрсететін түрлі антибиотиктік заттектердің болуы. Осы заттектердің болуына байланысты олар низин деп аталынады. Одан кейін барып тікелей жаңағы құрт ауруларының кезінде осы аурулардың бактерияларының тіршілігін жоя алатын қасиетімен ерекшеленіп отырады. Қымыз ұзақ уақытқа жарамайды. Сусынды плюс 4-6 градус температурада небәрі 48 сағат сақтауға болады. Қымыз өндірушін не маңызды? Ең алдымен қымыз өндіруші технологиялық және температурный режим дейді. Осыны өте жетік білу керек. Және де екіншісі қойылатын талап шикізат өте сапалы және шикізат қасында болу керек. Сүтті бір 50 км, 100 км-ден бір жақтан әкеліп жинап, қымыз өндіру деген бос әуре. Қымыздың сапасы биеге, жайылымға және ашытқыға байланысты. Қымыз піскен сайын бабына келеді. Қымыз ішкен кезде өзі адамның, кез келген адамның мына тілдің қымызды, кез келген тамақты айыра алатын адамның рецепторлары бар. Өте жақсы қымызды ішкен кезде өзі иісі мұрныңызды жарып, бір жақсы бір қауын қарбыз жегендей болып, тілі дәміңізді үйіріп, сіз тоқтай алмай бір 4, 5, 6 кесе ішіп қойсаңыз, ол жақсы қымыз. Дәрігерлер таңғы және кешкі ас алдында не тамақпен бірге күніне 2 уақыт 100 мл қымыз ішуге кеңес береді. Құрғақ қымыз деп естіп жатырмыз. Осы құрғақ қымыз ағзаға қаншалықты пайдалы? Құрғақ қымызды жасау үшін алдымен табиғи қымызды жасайды. Сүтін алады. Сол сүтін алып, технологтар оны өңдейді, сөйтіп құрғатады. Құрғатудың өзі 2 әдісі болады. Бірінші әдісі ол
суықтай мұздату арқылы өндіреді, екіншісі ыстықтай мұздату арқылы өндіріліп құрғатқан қымыз ол организмге пайдасы өте маңызды, себебі оның химиялық құрамы және биологиялық белсенділігі сақталып қалады. Ал енді екінші түрі ол ыстықтай, демек оны ысыту арқылы қымыздың құрамын құрғатады. Демек ол жерде кейбір активті, белсенді қымыздың құрамындағы заттар жойылып кетуі мүмкін. 10 литр сүттен 1 килограмм құрғақ сүт пайда болады, құрғақ сүт. 1 литр құрғақ сүтіміз ол 60 мың теңгеге сатылады. Ал енді 1 литр сүт қымызымыз ол 500 теңгеден сатылады. Сонда қай сүтімді? Ал Германияда өндірілетін осындай биеден өндірілген құрғақ сүтіміздің құрамы, химиялық құрам басқадай, себебі азықтандыруы бөлек оларда, және оларда өсетін шөптің құрамы да бөлек. Сондықтан олардың шипалық қасиеті біздікіне жетпейді. Ал енді осы айтып отырған қымызыңызды аш қарынға ішуге бола ма? Әрине ішуге болады аш қарынға, бірақ денсаулығы жақсы, мықты организм болатын болса. Ал енді өзі ауырып сырқаған организм болса, ас қорыту жолдары жөнді болмаған, бұзылған организм болса, онда аш қарын ішуге болмайды бұл. Қымыздың әсері, күштілігі жоғары, ол ауыруды қоздырып жіберуде ықтимал. Қайрат мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Сізге де рахмет көп. Биенің жаңа сауылған сүті саумалды құрғатып, ақ ұнтаққа айналдыру ісі Франция мен Германия сияқты елдерде ертеректе жолға қойылған. Қымызды ұнтақ күйінде шығаратын технологияны отандық шаруалар да игере бастады. Мәселен, 100 литр саумалдан шамамен 30 келі құрғақ өнім алынады. Қазақстанда жасалған өнімдердің 1% шетелге экспортталып жатыр. Сондай кәсіпорынның жұмысымен тілшіміз танысып қайтты. Саумалдың еңдік қасиеті мол. Бауыр, ас қорыту, тыныс алу жолдары, іш құрылыс ауруларына шипа. Бие сүтінің құрамында 40-тан астам пайдалы дәрумен бар. Айталық, 500 мл бие сүтінде С дәруменінің ағзаға қажет тәуліктік мөлшері бар. Если рассказать именно о... Бие сүті ана сүт сияқты альбуминді топқа жататынын атап өтпеуге болмас. Бүгінгі нарықтағы ешкінің, түйенің, сиырдың сүт сияқты барлық сүт өнімдерін салыстыратын болсақ, казеинді топқа жатады. Тек биенің сүті ғана ана сүт сияқты альбуминді топқа жатады. Егер бала емізетін әйелде сүт жетіспесе, 1 жастан кейін құрғақ бие сүтін бере бастауға болады. Неге құрғақ сүт? Өйткені ыдыстағы мынадай құрғақ сүт барлық санитарлық гигиеналық нормаларға сәйкес келеді. Жаңа сауылған бие сүтінің емдік қасиеті ұзақ сақталмайды. Сауғаннан кейін бірнеше сағаттан соң шипасы болмай қалады. Ал құрғақ саумал 1 жылға дейін құнарлығын сақтайды. То есть сами кобылы проходят... Автоматты түрде сауылады, сосын сүт сублимациялық аппаратқа келіп құйылады. Сол жерде мұздатылып қатырылады. Қатып тұрған өнімнің суы мұз бу түрінде шығарылады. Яғни мұзы буланып кетеді де құрғақ өнім түбінде қалады. Бұл әдіс, яғни шокпен қатыру әдісі, өнім қасиеттерінің 90-95% сақтап қалуға көмектеседі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде тұтқынға түсіп 15 жыл бойы қазақ жерінде лагерде болған неміс жауынгері Рудольф Шторх құрт ауруына шалдығады. Жергілікті шопан оған 1 жыл бойы қымыз ішкізіп емдейді. Дертінен құлан таза айыққан ол Германияға оралған соң жылқы өсіріп қымыз өндірумен айналысады. Оған күйеу баласы Ганс Цольман жәрдемдеседі. Кейіннен неміс фермерлері бие сүтінен ұнтақ әзірлеу әдісін ойлап табады. Именно спортсмены сейчас очень много... Бұл өнім негізінен қала тұрғындарына пайдалануға қолайлы. Фермаға барып саумал ішуге мүмкіндік жоқтарға ыңғайлы. Сонымен қатар, бұл жыл бойы пайдалануға болатын өнім. Қазір спортшылар біздің өнімді қолдана бастады. Өйткені саумалда амин қышқылдары, көмір сулар бар. Елімізде құрғақ саумал өндірісі қарқынды дамып келеді. Сейчас у нас это как наш план. Алдағы 1-2 айдың ішінде 250 граммдық кішірек ыдыста шығаруды жоспарлап отырмыз. Балалар тағамын шығару да жоспарда бар. Яғни балаларға арналған саумал шығару. Біз бұл өнімді қаншалықты арзандата аламыз, тұтынушылар қалай қабылдайды деген мәселелерге қатысты бірқатар зерттеулер жүргіздік. Қазір осы өнімді арзандатып, халыққа жақындай түсудің амалдарын қарастырып жатырмыз.
Бұл зауыттың Қарағанды өңірінде 24 мың гектар жайылымдық жері бар. Кәсіпорында жылына 15 тонна өнім шығарылады. Құрғақ саумалдың сақталу мерзімі 1 жыл. Бір стақан жылы суға 3 ас қасық ұнтақ араластырса болғаны. Сусын дайын. Бүгінге айтарымыз осы. Кәсібіңіздің нәсібін көріңіз.